Қайырлы күн, құрметті оқырман қауым. Отан патриотизмнің қайнар көзі атты старительникті ұсынамын. Осыдан 28 жыл бұрын Қазақстанның тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жарлығымен Қазақстан Республикасының қарулы күштері құрылып, ол тәуелсіз еліміздегі тыныштық пен тұрақтылықты сақтауда өзінің жүктелген міндеттерді абыроймен атқарып келеді. Отан қашанда патриотизмнің қайнар көзі. Ұлы даланың тарихында елжандылықтың, атамекенін сақтаудың, елге қорған болудың қалыптасқан жарқын үлгісі көп. Оны бүгінде әскери қызметшілердің барлық әскери тектілері лайықты жалғастыруда. Бұл даңқты жол Ұлы Отан соғысында, шекара күзетінде, ауған жеріндегі соғыста, Казбат бітімгершілік батальоны мен бүгінгі күні қоғамдық тәртіптің сақталуын, қалалар мен елді мекендеріміздегі қауіпсіздікті қамтамасыз ететін ұлттық ұлан сарбаздарының әскери қызметінде де көрініс тапты. Бүгінгі күні бас әскери қолбасшы Қасым-Жомарт Тоқаевтың жетекшілігімен армиямыз өзінің кәсібилігін, жоғары жауынгерлік дайындықтарын нықтап, жастарды патриоттық рухта тәрбиелеп, әскери міндеттерін мінсіз атқаруда. Әсіресе қазіргі індетпен күресте қорғаныс саласы ерекше белсенділік танытып келеді. Осы мерейлі мерекені пайдалана отырып, барлық әскери сала қызметкерлеріне шын жүректен алғыс айтамыз. Отан қорғаушыларды біз қашанда мақтан етеміз. Отан қорғаушылар мерекесі құтты болсын.